Сәлем достар, қал жағдайларыңыз қалай? Қайырлы кеш. Бүгінгі тіршілігіміз азық-түлік әкелу болды. Азық-түліктің нәтижесі көрсетіп өтейін. Нектар сок алдық, міне 968 теңге дейді. Сыр нәтиже мынандай. Осындай сырды ұнатамыз. Плавленный сыр мынандай 655 теңге. Балаларға йогурт алдым 460 теңге. Сыр нәтиже тоже мынандай басқаша түр, бұрын көрмеген екен, қазір көріп алдым, тоже көрейік дәмін деп 655 теңге тоже. Майонез Махеев, бұрын 3 желания алу үшін что-то Махеев шыққан алдымнан, тосын ала салдым, 775 теңге дейді. Сосын горошек мынандай белгородский дейді 499 теңге. Алма алдым, Қазақстан 732 теңге. Ал жарайды қазір. Сүрт бар. Алма 732 теңге. Сосын мындай макарон алдым. Мындай мелкий, балаларға сорпаға қосқанда 202 теңге развесной. Макарондарды жалпы бұрын упаковкада алу үшін қазір бүкіл макарондарды развесной аламын, солай арзанырақ түсіп. Сосын огурцы рада дейді, 2 штук 328 теңге осының өзі. Сосын сүт набор говядина алдым, бабынында 722 теңге дейді. Көріңіз, көптен бері алмайым, көрейік қалай шығатын жай сорпа суға. Сосын сәбіз алдым 250 теңге, картоп 773 теңге. И подвесник печатка плюски қызман. Скидка менен 7419 теңге екен. Арасында жаңағы чупа-чупс балаларға. Жаңағы киндер анамны алғанымыз бар. Жалпы есебі 15834 теңге болыпты. Сосын тағы ет алдық, сиыр еті мен жылқы еті. Жылқы еті 9760 теңге, сиырдың еті 8880 теңгеге шықты. Екеуін қосқанда 18640 теңге болды. Әкелген заттарымды жуып, холодильникке салып тастаймын бәрін. Сонда макаронды ыдысына салып жатырмын. Мына ыдысты Каспий магазиннен алғанмын, 15000 теңге, 12 штук. 4 ұзынша, одан кейінгісі одан қысқа, одан кейінгісі совсем кішкентай. 12 штук. Сол шетінен ыдыс аламын, осылай жағдай болып жатқан кезде. Жолдасым каждый ыдыс алған сайын сөйлейді. Ыдыс ала бересің, үйде уже орын жоқ қоятын деп. Барлықтарыңыз күйеулеріңіз сөйте ме? Өзіне машинеге зат алғанда енді жан дейді, ал мен ыдыс алсам солай сөйлейді. Кешкі тамаққа кірсем, етімді жуып алдым. Кішкене картошкамен қосып тура салайын деп тұрмын. Етті шапағаттан аламыз, ылғи. Шапағатты арзандау. Евразиядан алайық десек, Евразияда өте қымбат. Сол үшін шапағатқа барып аламыз. Артемнің қасындағы магнумнан қарыштап келдік. Фарштың мұнда үйіміздің қасында Мясорубка деген магазин бар.
Сол жерден алам фаршты, сиырдың фаршын 2800 теңгеден. Тауықтың сиырдың фаршын сол жерден алып отырам. Соны бөліп морозилке салып тастаймын. Сол біраз уақытқа шейін жетеді. Жасымал деп алдық, енді көреміз қазір қалай пісетінін. 2700 жылқының еті килограммы, 2450 сиырдың еті. Майым қызып тұрған майға салып қызартып қуырып аламын жақсылап. Тұз бұрышын салып, су таусылғанша қайнап тұрып, етін жауып қоямын. Сонан бұрыш майдалайтынды фикс пресстен алған, дұрыстан майдаламайды әйтеуір. Соны қолданып жүремін. Картошка, пияз сәуізімді ашып тұрып, бір сәуіз қосып жіберемін. Кішкене дәмдірек болады, әрі десе көбірек болады. Пияз бәрін кубиктап тұрып, шетінен қосып қуырып аламын. Бірінші пияз салып, артынан морковь салып, күнге кешке не тамақ істеу проблема ғой. Барлықтарыңызда солай ма? Не тамақ істеймін деп. Күйеуім жұмысқа тамақ алып кетеді еще. Әйтеуір үйде не бар, соны пісіре саласың, сол жұмысқа алып кететін болғаннан кейін кішкене дұрыстау тамақ істегім келеді. Соны пиязын салып жақсылап қуырып аламын. Қазір кішкене свет өзгергенше қуырамын, сосын артынан морковын салам. Қазаным баяғыда союз кездегі қазан ғой. Кішкентай ғана ақшамды қазан, өзіме ұнайды. Жуғанда да кейде тазалаған кезде де тез тазалана қояды. Ешқандай проблемасы жоқ. Қазір қазандардан үлкен қазаным бар, мынандай ақшамды қазаным осы қазан. Жаңа ыдыс салам десем жаңағы ғой, күйеуім сөйлеп шығады дереу. Уже үйде орын жоқ қоятын деп. Сонда да алғым келген нәрсені үндемей алып жүрем. Қара қызым келді менің. Жағаласып жүреді осылай мамасының қасында. Аяқтың астына оратылып, суын құйып, бетін жауып қоям. Қайнағаннан кейін астын жай қойып, 20-25 минутте пісірем. Етімді тұздап қойып қоям. Екеуін екі бөлек тұздадым. Су аққаннан кейін бөліп салып, морозилке салып тастаймын. Осы ет пайдаланып кішкене ауызашар, 3-4 адамға ауызашар беріп жіберейік деген. Құдай қаласа, соны не істегенімді видеоға түсіріп, оны да салам. Келесі түсірілімде Құдай қаласа. Тұздап болдым етімді қыздар. Рахмет, көңілдеріңізді бөліп, уақыттарыңызды кетіріп, менің тіршілігіме қарағандарыңызға үлкен рахмет айтамын. Ауыз ашқан кісілер, ниеттеріңіз қабыл болсын. Баршаңызға жақсылық тілеймін. Үлкен табыстар тілеймін. Рахмет баршаларыңызға. Бүгінгі тіршілігіміз осылай біздің. Ет енді кішкене жатқанымызша су шығып неткенше тұрады, сосын жатқанынша морозилке салып тастайық. Кезегімен алып тамақ пісіре береміз. Енді осымен бүгінгі видеомды тамамдаймын.
тамағымыз уже дайын болып қалады қазір. Қыздарым да жылап кетті. Сонымен сау болыңыздар деймін. Рахмет барлықтарыңызға. Сау болыңыздар.